Сәлем достар. Алдарыңызда «Человек, который плакал» фильміне қысқаша кино шолу. Суыққанды түрде кісі өлтіру кезінде ол абайсызда жазықсыз кішкентай қызды өлтіріп алады. Сол сәтте алғаш рет ар-ұждан азабы оның жанын қинай бастады. Мүмкін қыздың мөлдір жанарынан Гон өз балалық шағындағы ауыр естеліктерді көрген шығар. Оның бала кезінен-ақ өмірі өте қиын болды. Анасы екеуі күнкөріс қамымен әр жерді кезіп жүретін. Күндіз анасы жұмыс істесе, түнде қоғамдық моншада қосымша еңбек ететін. Ол кезде Гон әлі кішкентай болғандықтан анасына көмектесе алмайтын еді. Анасының өзі үшін қаншалықты ауыр еңбек етіп жүргенін ойлаған сайын Гонның көзіне жас келетін. Көп ұзамай анасы оған қуана, жақында жақсы күндердің туатынын айтады. Сөйтсе, бір америкалық Гон мен оның анасын Америка құрама штаттарына алып кетіп, жақсы өмір сыйламақ болған екен. Бірақ ол адам алаяқ болып шықты. Ол Гонның анасын алдап, оның барлық жинаған ақшасын алып қашып кетеді. Гонның анасы өмір бойы тынымсыз еңбек етті. Осындай жағдайға тап болған соң, ол мүлде үмітсіз күйге түседі. Bir күні анасы Гонды шөл далаға алып барады. Ол баласына көліктен түсіп, дүкеннен су алып келуді бұйырды. Бірақ Гон бір жамандықты сезіп, көліктен түсуден бас тартады. Анасы оны күштеп сыртқа шығарып жіберді. Алайда оның жүк салғышқа тығылып алғанын білмеді. Гон анасының өзін тастап кетуінен қорықты. Содан кейін анасы көлікті айдап кетіп қалады. Көлік дүкеннің маңындағы жол жиегіне тоқтайды. Артынша анасы өз-өзіне қол жұмсады. Гон анасының мәңгілікке кеткенін білмеді. Ол әлі де жүк салғышта тығылып, анасын күтіп отырады. Ақыры біреу Гонды тауып алды. Бірақ ол анасы емес, америкалық полиция қызметкері. Полиция Гонды өз қамқорлығына алып, тәрбиелеп өсіреді. Сол кезде ғана Гон анасының өзін мәңгілікке тастап кеткенін түсінеді. Ол анасының өмірден қатты қажығанын, сондықтан азаптан құтылудың жалғыз жолы осы болды деп ұғады. Осылайша 30 жыл өте шықты. Енді Гон Көк Айдаһар бандысының жетекшісінің көмекшісіне айналды. Гонның орнын ешкім баса алмайтын. Соңғы 30 жыл ішінде ол көптеген адамдарды өлтіріп, біртіндеп ар-ожданынан айырылады. Гон жетекшіге оған соңғы рет көмектесуге уәде береді. Осы тапсырмадан кейін ол енді ешқашан жамандық жасамаймын деп шешеді. Гон жетекшінің бағыттаған жеріне барып, нысананың келуін күтеді. Көңіл күйі түсіп отырған Гон өзіне қарап тұрған кішкентай қызды байқап қалады. Ол қағаз бүктеуді тоқтатып, қызды әзілдеп мазақ етті. Дәл сол сәтте оның телефонына нысананың келгені туралы хабарлама түседі. Хабарламаны алған бойда Гон бірден іске кірісті. Мафиялық топтың ішінде бір кәріс болады. Гон еш қиналмай тапаншаны күзетшінің аузына тығады. Содан кейін оны бөлмеге итеріп кіргізеді. Басқа адамдар Гонды байқаған кезде, ол оларды атып тастайды. Топ басшысы да Гонға оқ атты, бірақ Гон дереу жауап беріп, оны сол жерде өлтіреді. Соңында Гон әлгі кәрісті де атып өлтірді. Нысананың дұрыс адам екеніне көз жеткізіп, ноутбукты алған кезде есіктің ар жағынан дыбыс естиді. Ол бірден сол жаққа қарай оқ жаудырады. Сырттан ешқандай дыбыс шықпай қалған соң, есікті ашып тексереді. Көрген көрінісі оны қатты есеңгіретіп жіберді. Оның оғы жазықсыз кішкентай қыздың жүрегіне тиген еді. Қыздың жерге құлағанын көрген сәтте Гон қатты өкінеді. Келесі күні таңертең Гонның үйіне бір топ адам басып кірді. Олар оны оятуға келген болатын. Қызды кездейсоқ атып өлтіргеннен кейін Гон көп мөлшерде ішімдік ішкен еді. Топ оны қайтадан үйімға алып келді. Сол жерде Гон басшысына зейнетке шыққысы келетінін айтады. Кеше түнгі оқиға оның ар-ожданын қайта оятқан болатын. Алайда басшысы келіспейді. Ол Гоннан соңғы бір тапсырманы орындауды сұрайды. Кеше Гон өлтірген кәріс кісі әлгі қыздың әкесі болып шықты. Ол қамқоршыдан ақшаны ұрлап, оны орыс мафиясына сатып жіберген еді. Алайда Гон алып кеткен ноутбукте сол ақшаға қатысты ешқандай құжат болмайды. Кәріс әлгі электрондық хатты 3 адамға жіберген. Олардың екеуін үйім өлтіріп тастады. Үшіншісі Кён есімді қыздың анасы болатын. Қазір ол Кореяда. Гонның міндеті Кённың көзін жойып құжаттарды табу. Басшысы Гонға бұл туған қаласына қайта баруға жақсы мүмкіндік екенін айтады. Бірақ мұны естіген Гон мүлде қуанбады. Ол бірден қоласындағы адамдардың бірінің қолын ас таяқшасымен ұрып жіберді. Кейін басшысына өзінің туған қаласы туралы айтқанда абай болуын ескертеді. Сол түні Чан Гонға Кён туралы барлық құжаттарды тапсырады. Сонымен қатар, тапсырманы орындап болған соң бірге ішімдік ішуді ұсынды. Келесі күні Гон тапсырманы орындау үшін Кореяға оралды. Бұл жақтағы қамқоршы Шин болатын.
Шин Гонды қарсы алуға өзінің адамын жібереді. Шин Кёнді үнемі бақылауда ұстап жүрген. Белгілі болғандай ол оның кеңсесіне жасырын камера орнатқан екен. Сырт көзге ол сыйлы басшы болып көрінгенімен, шын мәнінде бүкіл істің басты ұйымдастырушысы еді. Өз беделін сақтауы керек болғандықтан, Шин асығыс әрекет ете алмайтын. Ол тек Кённің әрбір қадамын үнсіз бақылап отырады. Осы кезде Шиннің адамы Гонды қараусыз қалған үйге алып келеді. Ол Гонның корей тілін білмейді деп ойлап, байқамай оны келемеждейді. Бұл Гонның ашуын келтірді. Ол шыдай алмай, Шиннің адамына ашық түрде ескерту жасайды. Кейін Гон үйді тінтіп шығып, бір бөтелке шарап табады. Содан кейін отырып Кён туралы мәліметтерді зерттей бастады. Кён Шиннің корпорациясында аға қызметкер болып жұмыс істейтін. Қызы қайтыс болғаннан кейін ол есінен танып қала жаздаған еді. Сондықтан сабырға келу үшін психиатр досынан тыныштандыратын дәрі алуға мәжбүр болады. Осы уақытта Гон да Кённің жанына келеді. Осылайша Гон Кённің соңынан еріп, оның үйінің мекен-жайын біледі. Келесі күні Кёнді полицияға шақырып, шетелде қайтыс болған күйеуі мен қызы туралы сұрақ қояды. Осы мүмкіндікті пайдаланған Гон Кённің үйіне кіріп, сейфті тапты. Бірақ оны ашу үшін Кённің дауысы қажет екен. Сондықтан ол оның суретін түсіріп алады. Үйде тағы бір құлыптаулы бөлме болды. Гон оның ішінде не жасырылғанын білгісі келеді. Сол себепті корпоративтік шара кезінде Кёнге әдейі жақындайды. Кён күйеуімен ажырасып кеткен еді. Ол қызы Джумиге әкесімен бірге шетелге баруға рұқсат берген болатын. Кён қызы сол жақта бақытты болады деп ойлады. Бірақ күтпеген қайғылы жағдай орын алады. Қызы туралы естеліктер оның жан жарасын ешқашан ұмыттырмайтын. Гон Джумидің анасына қалдырған дауысты хабарламасын тыңдап алады. Осыдан кейін ол Кёнді бақылауын жалғастырды. Көп ұзамай Гон мен Кён тағы да лифтіде кездесті. Дәл сол кезде лифт істен шығып қалады. Олар лифттің жөнделгенше күтіп тұрған кезде Гон Кёнмен әңгіме бастайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, оның дауысын жазып алды. Біраз уақыттан кейін лифт қайта іске қосылады. Келесі күні Кён жұмыс барысында байқамай Шиннің ақшасына қатысты бағдарламаны ашып жібереді. Оның ноутбугінде рұқсатсыз кіру туралы ескерту пайда болды. Шин бірден компанияға қайта оралды. Бірақ Кён бұл жағдайдың қаншалықты маңызды екенін түсінбеді. Шин келген кезде Кённің флешкасын тауып алады. Енді Кённің еш пайдасы қалмаған еді. Осы уақытта Гон Кённің үйіне жасырын кіріп, сейфті ашады. Оның ішінен құпия бөлменің кілтін табады. Бірақ бөлмеге кіргенде оның қарапайым балалар бөлмесі екенін көреді. Дәл сол сәтте Гонға қоңырау шалынып, Кённің көзін жоюды бұйырады. Кён үйіне қайтып келгенде қызы Джумидің мектебінен жіберілген сәлемдемені көреді. Сол кезде оның телефоны шырылдайды. Дәл сол уақытта Гонның телефонына да хабарлама келеді. Бірақ Кён Гонды байқамады. Кён Джумидің сынып жетекшісінің қоңырауына жауап бергенде, мұғалім сәлемдемеде Джуми түсірілген бейне жазба бар екенін айтады. Мұны естіген Кён толқып көзіне жас алады. Сабырға келу үшін бір бокал шарап ішеді. Осы сәтте Гон нысанаға қарсы әрекет етуге бел буады. Бірақ сыртқа шыққанда Кённің қызы туралы бейне жазбаны қарап отырғанын көреді. Джумидің суреттері Кёнді еріксіз жылатып жіберді. Бұрын бұл суреттер Кёнге қуаныш сыйлайтын. Ал енді олар оның жүрегіне қадалған қанжардай әсер етті. Мұны көрген Гон кері шегінуге мәжбүр болады. Ол проекторды қосып, Джумидің суреттерін төбеге түсіреді. Кенет оның жүзіне күлкі үйірілді. Бірақ шынайы өмір тым қатыгез. Гон Джумиді өлтірген түнді есіне алып, әрекет етуге бел буады. Алайда ол Кённің ұйықтататын дәрілердің жанында жатқанын көреді. Гон бірнеше рет оқ атады. Бірақ ол Кёнді көздеген жоқ. Ол тек Кён жатқан орындыққа ғана атады. Кейін жедел жәрдем шақырып, Кёнді ауруханаға жеткізеді. Осы кезде Кённің әлі өлмегенін білген Шин ашуға булықты. Ол ашуын қоластында адамынан алады. Содан кейін жалдамалы кісі өлтірушілермен байланысып, олардан жауап талап етеді. Мұны естіген басшы қатты көңілі қалды. Ол Гон ұйымға опасыздық жасаған үшін оны өлтіруге бірден адамдарын жібереді. Осы уақытта Кён есін жияды. Бақытына қарай, құрбысы берген ұйықтататын дәрілердің жартысы дәрумен болып шыққан еді. Соның арқасында ол аман қалды. Көп ұзамай Кённің үйіндегі атысқа байланысты полиция келеді. Олар одан Шиннің ақша жылыстатуына қатысты дәлелдерді беруді сұрайды. Полицейлер дәл осы себептен оның күйеуі мен қызының шетелде өлтірілгенін айтады. Бұл сөздер Кённің жүрегіне ауыр тиді. Ол жылап жіберіп, күйеуінің өз қызын өлтіруін ешқашан қаламағанын айтады. Кейін бұрылып кетіп бара жатқанда, алысқа ұзамай есінен танып құлап қалады. Осы уақытта Кореяға көк айдаһар бандысының жалдамалы кісі өлтірушілері келеді. Олар есірткі сатушылардан қару сатып алды. Бірақ ақысын төлеуді қаламады. Қаруды алған бойда саудагерді сол жерде атып өлтіреді. Бір адам қорқып қашып кеткенімен ақырында Чон оны атып тастайды. Осы кезде Гон Кёнге телефон соқты. Ол Кёнге біреулердің оны өлтірмек болып жүргенін айтып, тезірек қашуды бұйырады. Going to move you to...
Сол уақытта Кён флешканы полицияға тапсырады. Бірақ жалдамалы кісі өлтіруші бәрібір оны жібермейді. Көп ұзамай Гон әлгі кісі өлтірушіні әп-сәтте өлтіріп тастайды. Өлер алдында ол Гоннан неге ұйымға опасыздық жасағанын сұрайды. Гон жай ғана шаршағанын айтты. Кейін ол өлген адамның телефонын алып Шонға хабарласады. Олар сөйлесіп тұрған кезде кенеттен Шин телефонды жұлып алды. Шиннің бұл әрекеті жалдамалы кісі өлтірушілердің ашуын келтіреді. Олар Гонды Шиннің ақшасы үшін емес, ұйымға опасыздық жасағаны үшін өлтірмек болғандарын айтады. Чон Шинге өз әрекетін бақылауда ұстауды ескертеді. Өзін қорланғандай сезінген Шин ашуын тағы да қоласындағы адамдарынан алды. Бірақ бұл мені еден жуушы естіп қояды. Шин еш ойланбастан бейшараны сол жерде өлтіріп тастайды. Осы уақытта жалдамалы кісі өлтірушілер Кённың соңына түсті. Полиция құжаттарды ашу үшін хакерге жүгінеді. Бірақ ол қорғаныс жүйесін бұза алмады. Дәл сол кезде Кённың телефоны шырылдайды. Гон оған полицияның ішінде сатқын бар екенін айтады. Ол телефон соққан кезде қоңырауға жауап берген адамның дәл сол сатқын екенін ескертеді. Гон сөзін аяқтай салысымен Кённың жанында тұрған полицей тапаншасын шығарып оқ атады. Кейін ол Шиннің адамдарын ішке кіргізу үшін кетіп қалады. Сатқын төменге түсіп, флешканы Шинге айырбастамақ болды. Бірақ Шин ешқашан уәдесінде тұрмайтын адам еді. Оның адамдарының бірі бірден пышақ шығарып, сатқынды сол жерде бауыздап өлтіреді. Бұл өз серіктеріне опасыздық жасаған адамның лайықты соңы болды. Осы уақытта Гон ғимаратқа келіп жетеді. Ол Кёнге телефон соғып, автотұраққа түсуді айтады. Сол жерде кілт ішінде тұрған көлік күтіп тұрған еді. Гон Кённен қалайда аман қалуын өтінеді. Егер ол тірі қалса, күйеуі мен қызының өлімі туралы бүкіл шындықты айтып беретінін жеткізеді. Мұны естіген Кён, егер Гон өтірік айтса, оны өз қолымен өлтіретінін айтады. Гон қашып құтылу үшін төменге секірмек болғанда, Чон оны ұстап алады. Чон тағы да неге бұлай істегенін сұрайды. Бірақ Гон бұрынғыдай ғана жауап береді. Ол бәрінен шаршаған. Осыдан кейін Гон Чонның қолын сындырып қашып кетеді. Кён қашып бара жатқанда оған Аванти шабуыл жасайды. Гон қашып кеткеннен кейін Чон телефон соғып Кёнді қолға түсіргенін айтады. Сонымен қатар ол Гонға келіп өз еркімен берілуді бұйырды. Гон денесінің бәрі жараланып қайта оралады. Ол бір бөтелке шарапты түгел ішіп, қолдан жасалған жарылғыш құрылғы дайындайды. Содан кейін Гон Корея полициясына қоңырау шалып, қалада террорлық әрекеттерді жасайтынын айтады. Полиция бірден жарылыс болған ғимаратқа арнайы күштерді жібереді. Дәл сол жерде Кёнді тұтқындап отырған жалдамалы кісі өлтірушілер де болды. Мұны көрген Чон адамдарын жан-жаққа бөліп, жағдайды бақылауды тапсырады. Осы уақытта бұқаралық ақпарат құралдары көп қабатты тұрғын үйде болған жарылыс пен атыс туралы хабар таратады. Чон мұның бәрін ұйымдастырған Гон екенін бірден түсінді. Кён қашуға тырысқан кезде кенеттен телефонның шырылын естиді. Айналаны мұқият қарап шығып, үстелдің астынан жасырын тетікті тауып алады. Оны басқанда құпия бөлме ашылды. Сол жерде Шин Кёнді жасырын бақылап отырған екен. Сондай-ақ бөлмеде еден жуушы әйелдің мәйіті жатты. Кён дереу телефонын алып полицияға хабарласпақ болады. Бірақ сырттағы арнайы жасақ бүкіл ғимараттағы байланысты бұғаттап тастаған еді. Кён кілттердің шоғырын алып бірден қашып кетеді. Осы уақытта жалдамалы кісі өлтірушілер ғимараттағы барлық есіктерді жауып тастайды. Аванти жағдайды тексеру үшін лифтке кіреді. Бірақ Гон оған алдын ала тұзақ құрып қойған болатын.
Осы жақта Кён арқанды кесу үшін қайшы тауып алады. Алайда оны Аванти байқап қойды. Ол Кёнды ұстауға жақындағанда кенеттен Гон жүгіріп шығады. Гонның пайда болуы Авантиенің назарын өзіне аударды. Гон оқтардан еппен жалтарып, Авантиенің назарын басқа жаққа бұру үшін музыка қосатын батырманы басады. Кейін Гон шығып, Авантимен жекпе-жекке шығуға дайын екенін көрсетеді. Күтпеген жерден Генри өз серігін атып өлтіреді. Осы кезде Кён кеңсеге қайта оралып, Шиннің ақшаны шетелге аударып жатқанын көреді. Мұны байқаған ол аударымды бірден тоқтатты. Шин проблеманы аңғарып, ашуға булығып, қоластындағы адамын балағаттай бастайды. Ал әлгі қызметкер не болып жатқанын мүлде түсінбейді. Ақыры оның шыдамы таусылып, пышағын суырып алып, Шинді сол жерде пышақтап өлтіреді. Осы уақытта Генри өз бөлмесінде Гонның соңына түседі. Ол гранатамен жасалған тұзақтың жанынан аман өтті. Бірақ Гон мұны алдын ала болжаған еді. Ол микротолқынды пештің ішіне қайшы салып қойған болатын. Соның салдарынан жарылыс болып, қайшы Генридің кеудесіне қадалады. Гон дереу тапаншаны қолына алады. Бірақ бөлмеден шыққанда кездейсоқ Чонмен бетпе-бет келеді. Екеуі талай қауіптен бірге өткен бұрынғы серіктер болатын. Чон Гонның неге ұйымға опасыздық жасағанын әлі де түсінбеді. Гон қолына тапанша алғанымен бұрынғы серігін өлтіруге дәті бармады. Сырттағы арнайы жасақ хабарланған жарылғыш құрылғыны таба алмаған соң, ғимараттағы байланысты қайта қосады. Осы уақытта Кён үстелдің астына тығылып отырған еді. Кенет оның телефоны шырылдап кетеді. Қуғыншы бірден оның жасырынған жерін тауып алады. Ол Кёнге шабуыл жасап, зорламақ болды. Гон мұның бәрін бейнекамера арқылы көріп тұрды. Бірақ Кён әлсіз әйел емес еді. Ол қайшыны алып, әлгі адамның мойнына соғып жібереді. Ол жерге құлап, сол жерде жан тапсырады. Гон жеңіл тыныстап үлгергенде рация тағы да дыбыстайды. Чон бұрынғыдай Гонмен бірге отырып ішімдік ішкісі келетінін айтты. Бірақ Гон олардың енді бұрынғыдай жақын бола алмайтынын жақсы түсінді. Сондықтан Чон бәрін осы жерде аяқтауға шешім қабылдайды. Ол тапаншасын алып Кёнді іздеуге шығады. Мұны көрген Гон дереу рация арқылы Кёнмен байланысып, қасында жатқан тапаншаны алуын сұрайды. Кён қалайда тірі қалуы керек, өйткені ол барлық шындықты білуге тиіс болатын. Сол сәтте Кён қатты абыржып тұрды. Гон оны қуып жүрген адамның Кённің күйеуі мен қызын өлтіргенін айтады. Ол ешқандай жазадан қорықпайтын қатыгез кісі өлтіруші болғандықтан, Гон Кёнге тапаншаны алып, оған оқ атуын бұйырады. Чон тағы да Гоннан неге бұлай істегенін сұрайды. Ал Гон бұрынғысынша тек демалғысы келетінін айтты. Содан кейін Гон Чонның қолынан ұстап, соңғы демін шығарады. Дәл сол сәтте рациядан дыбыс шықты. Кён өзін құтқарған адамның Гон екенін түсінеді. Ол Гоннан өзін естіп тұрма деп сұрайды. Бірақ ол кезде Гонның жүрегі әлдеқашан тоқтап қалған еді. Өлерінің алдында Гон өз анасы бұрын жұмыс істеген жерге қайта барған болатын. Өмір бойы жиналған қайғысы көз жасына айналып төгіледі. Осымен фильм аяқталады.